қуаныштан дүрсіл қақты жүрек бірден. Жамбылдай құтты жерге жиналыппыз, сұлулығын Сүйінбайға сыр еттірген. Қарасай Наурызбай батырлары елі үшін атқа мініп білектірген. Абыз Жамбыл жыр айтып жүзге дейін Сүйінбайдай алыпты пір еттірген. Үмбетәлі Әлімқұл Сарбас ақын тыңдағанның сарайын нұр еттірген. Талғат Мұсабаев та айға барып Еуропа мен Азияны шу еткізген. Жақсылық Үшкемпіров Олимпиадада қазақтың өр намысын ту еткізген. Есенқұл жекпе-жектің жеңімпазы қарсыластың өн бойын дір еткізген. Қара жер қасиетіңнен айналайын осындай алыптарды түл еткізген. Киелі осы өлкеге сәлем бердім, жүрген ұл болғаннан соң ізет тізбен. Ассалаумағалейкум Жамбыл елі, ақын мен сақынаны нұр еткізген. Ағайын келді алдыңа Тайқұлының, қазақ дейтін ұлы елдің айбынымын. Ат терлетіп кеп тұрмыз жайлы мектепке, шабысын көрсетсек деп тай бұрылдың. Үлгі алар ғажайып мектеп екен, оқушыға беретін сай білімін. Бүгінде айтыс жасап шайырларға ұл өнердің жоғалтпаған байлығын мың. Жолы жүзбен қарсы алып әр қонақты ұмыттырып адамның қайғы мұңын. Қысқасы атына сай мектеп екен, жайлы мектеп танытқан жайлылығын. Келгенде дәл осындай атпалы той, ақындар үйде тыныш жатпады ғой. Әр айтыс ақындарға сабақ болар, бүгінгісі психология боп қалды ғой. Осы жерде отырған әр маманның дей алмаймын, істері мақтаулы ғой. Себебі бұл күндері өзін өзі психологпын дейтін жандар қаптады ғой. Миллионердің коуч курсын сатып алып адамдар жалқаулықты жақтады ғой. Жүзі рет баймын десең бай боласың деген сөзде сол жақтан боп қалды ғой. Ал психологтар өзі сенің маманы ғой, әрісін байыппенен баптады ғой. Екі маманның қайсысы мықты деген, сол сұрақтан миымыз қатқаны ғой. Қайсы бірін тыңдаймыз бұл заманда, біреуін кеп таттады ғой. Біреуі коучтарды жақтады ғой, біреуі психологты жақтады ғой. Ақнұрғыз сенің оған ойын қалай? Шешімін бұл сұрақтың таппады ғой. Екеуінің қайсысы мықты екенін айтып біз кетейік сахнада ақтары бой. Жауап тауып қаларсың сұрағыңа. Алдыңда отқан кілең психолог айналған әр баланың тұрағына. Саланы зерттеген мамандар ғой, психолог дегенім ұраным ба. Ал коучқа келер болсақ мүлде бөлек, жай сөзбенен халыққа ұнады ма? Айналам деп дамудың қыранына, қайдағы жоқ миллионерден курс алып жүрген жандар бірінші боп тұрады ма? Жағаласып несі
психологпен нұр сеуіп жүрген жандар санамызға. Негізі біз қарасақ көзді ашып нағыз маман иелері тұра алдымда. Енді өзің айта ғой батыр бала, психологты жоғары қыла алдым ба. 4 сағаттық видео көрген коучтарма 4 жылдық дипломы бар мұғалім бай. Бисмилля басы болар жыр кәденің, армысың есен аман мұндағы елім. Алматы облысым асқағатың, өзіңнің төскейіңді жырлап едім. Қарасай наурызбенен саурықтарым түспеген, ешқайсысы шыңнан едің. Ырайым бе қапал жауғаш сұраншылар, жауларын алдына сап қуған едің. Сүйінбай құлман бетпен Наржамбылға ұрпақ болсам бағым шығар болда менің. Нұрғиса мен әсеттердің әуездәні, жаныңды елетеді тыңдап едім. Мұқағали Томанбай әлім құлдар, ала сармас асқар ғой тұлғалы едің. Үмбетәлі Нұрила Омар құлдар, өзіңде туып кіндік туған елім. Есенқұл мен Ораздардың айтыстарын халқым әлі ұмытқан жоқ сырлау енін. Дәл осындай тектілерге тұғыр болған облысым бақтарыған орда менің. Алақандай жерді жайлап жатқан менен Алатаудай тұлғалар туған елім ай. Қосылса дәл осындай жолдан сыңар, біздерді қолдаңыздар қолдаушылар. Қазір құттай жағдай болса психолог кінәлі боп алуы қорған шығар. Сабаққа келмесе де сол кінәлі демейді ғой, ауырып қалған шығар. Жұмыс мүлде жасамаған деген сөзден көңілдерің ерекше тоңған шығар. Әкең келіп бір қаққаннан есіктерін, тыныштықта өмір сүру арман шығар. Ең соңында психолог кінәлі болғаннан соң, жанардан талай көз жас тамған шығар. Сен де жаным демеймін, оңып тұрсын, бізде де дәл өзіңдей алдаушы бар. Мектептегі психолог апайларым болса біраз әуреге салған шығар. Ах, Нұр менің қадірімді ұғар медің, санамда аруым болып тұрар медің. Бозақы емеспін ғой, айналайын, тек қана жақсы істі қылар едім. Ұстаздардың айтқанын екі етпестен, тірлікке белді бекем буар едім. Жастайымнан телефонға құмар болмай, санамды тек жақсыға бұрар едім. Бала кезден ертегі жыр дастанды тыңдап өскен ақылым бар мына менің. Сен айтқандай бозақы бала болсам, ақын болып сахнаға шығар медім. Демеймін ғой сахнада есірейін, біздің жол ұлылардың көші дейін. Алдымызда отырған психолог апайларды айтып мен
Апайлардың мерейін өсірейін, ал енді бір қиқулап жіберіңдер, Жақыт жүр мен ұстаз жайлы көсілейін. Ақын болып келген соң шабат деген, алдарыңда айтайыншы аға төлең, алдарыңда айтпайын аға төлең. Айналайын психолог апайларым, сахынада айтайын сауат төлең. Сіздерге аса қатты құрметім зор, қысы жазы тынбастан сабақ берген. Шәкірттерім өссін деп талаппенен, күні бойы жұмыс деген парақпенен. Әрбірі шараға да қатысады, әрқайсына зер салып қарап келген. Төбелеспен бұзақылық болса дағы, әрбір оқушыларға жауап берген. Психологтар әркез биік тұру керек, демеген ешқашанда қабат деген. Ол ұстазы Ахмет бабам құса бұлтының қызметіне жарап келген. Бала деген ертеңгі болашақ деп, баланың ой санасын қалап берген. Айтыстың көрер болсақ нақ жалғасын, ақын қалай өлең жырын ақтармасын. Әрбір іске кінәлігі психологты еңбегі ұстаздардың тапталмасын. Екеуіміз жақсылап айтысайық, бізге халық сенімі ақталғасын. Кезегіңді берейін жырлап жібер, сөздерің маған қарсы оқталмасын. Екеуіміз дұрыс айтса алмай қалып, оғанда психолог кінәлі боп қалмасын. Жаманға бұрмаймыз ғой, ақындар боп тек жақсыны жырлаймыз ғой. Оқушылар болып алып, психолог түн ұйқысын тыныштығын ұрлаймыз ғой. Олар болса біздер үшін еңбек қылар деп жүрген деген жандар ешқашан тынбаймыз ғой. Қос ақын боп ел алдында шыққан кезде психологты кінәлі қылмаймыз ғой. Демеймін өлең сөзбен таптап алам, әрқашан көңіліңді мақтап алам. Біреу кеп артық бір сөз айтып қалса, уайымдама, бәріңді ақтап аламын. Ағайыным отырса сүрінбелеп, ал енді төгілсінші жырым бөлек. Экранның алдындағы коучтардан біздерге рухани тыным керек. Өзендердің арнасын бұрмасақ та, ой өрістің арнасын бұру керек. Қайдағы жоқ коучтарды жақтағанша, біздерге дұрыс жолмен жүру керек. 4 жылдық дипломы, білімі бар, психологқа құлақты түру керек. Жұмыс істеп жүргендігі бүгінде. Айлықтарын көтерсе, сол жандардың жанарлары нұр шашып күлімдемек. Нағыз еңбек негізі солардікі. Психолог қадірін ұғу керек. Психолог кінәлі деп түсіргенше, керісінше ең жоғары қылу керек. Біздер үшін еңбек еткен мамандардың мәртебесі жоғары боп тұру керек. Психолог ақылшедің кемедің, ерек едің, өзгеден бөлек едің. Әттең қолда билік жоқ, барлығына алтын сарин медалін ап берер едің. Жақсылыққа басыла
шаман болсын. Айлықтарың көтеріліп, болашақта психологтар менен араң толсын. Бәрін айтта, бірін айт, алдымдағы психологтарым менің аман болсын. Алдында айтыс тек осы дарын, демеймін ғой айтыста тосыламын. Тілектерін жаудырды ақ нұрғызың, ақындардың болып жүр көші қалың. Ұзақ айтып уақытты алмайыншы, дегенімен ақ нұрдың қосыламын. Әгигәгім, әгигәгім, ақындар білектіріп қол ұстады, келді ғой қызыл тілмен соғысқалы. Бұл сахынада психолог коучтардың тұр екен ғой, тағдыры тоғысқалы. Орнымыздан жиналайық ағайындар, аман болыңдар психолог коучтары. Қазіргінің болып жүрген бейшешені, бұрынғының болып жүрген болыстары. Әгигәгім, әгигәгім. Ұзнағаш ауылымен мақтанылан, басына қызыр қонып бақ қараған. Текті келсін құлпарды басқармаған, баланың бетін қағып жасқамаған. Олап шулап қолдап отқан көрерменім секілді мейірлісін тапқан анам. Сіздер құсап бұл жерде жүрмек түгіл, қасиетті топырағыңды басқан адам. Ұзнағашқа батпандай бақыт беріп, қасіреттен